Кітап нөмір 169 Рэй Брэдберидің «Вино из одуванчиков» деген шығармасы. Жалпы автордың өзіне келсек, бұл кісі 1920 жылы 22 тамызда Америка құрама штаттарының Иллинойс штатындағы Уокиган деген жерде дүниеге келген екен, және 2012 жылы 5 маусымда Лос-Анджелес қаласында 91 жасында дүниеден өткен Америка құрама штаттарының жазушысы. Енді бұл кісінің бұл шығармасынан басқа да бірнеше әйгілі шығармалары бар. Бізге түскені осы, оқып шықтық. Енді бірінші мағынасына келетін болсақ, одуванчик деген білмейтіндер болса, ол кәдімгі өзіміздің қазіргі мына мамырдың басында шығатын бақбақ гүлдер. Сол бақбақ гүлдерден жасалған шарап туралы екен бұны кітаптың атауы. Шын мәнінде атында тұрғандайда 12 жастағы Дуглас Полдинг деген жасөспірім баланың Иллинойс штатындағы Гринтаун деген жерде тұрады, және жаз шықса болды, бірден осы атасы мен өзінің Том деген 10 жасар бауыры бар, үшеуі осындай бақбақ гүлдерін теріп, содан бір жаңағы құрамдарын қосып шарап жасайды. Сол шарапты сақтайды, және қыста қатты қар, суық кезде соны ашып, жазды күнгі жаңағы есті, жазды күнгі жаңағы жаздың бір дәмін татқандай болады екен. Енді бұл шығарма жалпы 1928 жылдың жазын ғана сипаттайды. Міне маусым айынан басталады, және осы тамыз айының аяғына дейін, күзге дейінгі аралықты қамтиды. Енді негізі бұл Рэй Брэдберидің әңгімелер жинағы болып табылады. Жаңағы толық бір роман секілді емес, арасында кезінде жеке-жеке жариялап отырған әңгімелер жинағын қосып бір шығарма ретінде жазған екен. Бұл негізі бұл кітап сондай үлкен болып кеткендіктен бұны екіге бөліп қысқартуға тура келген екен, және кейін осы дүниеден өтерінің алдында тағы да бір жаз туралы бір кітап шығарған. Бұл осы кітаптың жалғасы ретінде болып табылады. Енді айтып өттік, Том деген бауыры бар, атасымен жаңағыдай шарап жасайды, және бұл жерде айта кететіні сондай бір өзіміздің басымызда да бар ғой, жаз өте шығады ғой тез-тез. Сол секілді бұл баланың сондай жаз келді, жылда бірнәрсе жасаймыз, осындай бақбақ гүл тереміз, шарап жасаймыз, әйтеміз, бүйтеміз, сонымен жаз өте шығады, жылда бір нәрсе, сондай бір өмірдің баянсыздығын, өлімнің ақиқат екендігін сондай бір айтатындай, соны сезіндіретіндей шығарма болып табылады. Кейбір жерлері Буниннің Антоновский яблокиіне ұқсайды. Ол жерде жаңағы айтылады ғой, аңшылыққа шыққаны, осындай үйдің соны сипаттаған секілді. Бұл да сол жаз маусым айындағы жаңағы Гринтаун деген туған жерінің жай-күйі, адамдардың тұрмыс салт тіршіліктері туралы баяндап өтеді. Және бір ұқсайтыны, ішінде бір жер бар, жаңағы адамдарды өлтіретін бір сол жерде бір кісі пайда болады, қылмыскер. Сол қылмыскерден қорқып, жаңағы қыздар үйлеріне шығуға қорқып, қашып сөйтіп жүреді. Сол туралы жері негізі «Убить пересмешника» деген Харпер Лидің жаңағы шығармасына ұқсап кетеді. Негізі бұл шығарма бірінші шыққан. Бұл шығарма «Вино из одуванчиков» 1957 жылы жарық көрген. Ал Харпер Лидің «Убить пересмешникасы» 1960 жылы жарық көрген. Бірақ кейбір жерде ұқсап кетеді. Және бұл кітапта негізі бір сондай бір оқиғалар баяндалмайды. Бір кәдімгі жаз айы басталғаннан күзге дейінгі сол ауылдың тұрмыс жайы, ішіндегі кәриялардың, айта кететін сол кәриялар туралы сөздер көп. 90-ға келіп қалған, өзінің жаңағы әкесінің әжесі бар, 90-нан асқан, және басқа да азамат соғысына қатысқан бір-екі жаңағы полковник дейтін бір кісілер бар. Солардың өмірін айтып өтеді. Жалпы қартайғандағы адамның өмірден түңілігі секілді, күзге теңейді, қатық шақты. Сондай бір
шығарма болып табылады. Енді былайша айтқан кезде сондай любительға жарайтын кітап. Енді былай баршаға бір жаздық шақты, балалық кезді бір еске алуға оқымасаңыз, былай ішінен бір тарихи деректерді, бір қатты білмейтін мағлұматтарды таппайсыз. Енді кітаптың өзі 318 беттен тұрады. Айтып өттік, сол жаңағы Дуглас Сполдинг деген 12 жасар баланың Том деген 10 жасар інісі бар. Соның маңайындағы достарының және сол ауылдағы тұрғындардың өмір салты мен осы күз келген кезде бейне бір адамның жастық шағы өткен секілді сондай бір көңілсіз сүрең күздің сипаттауымен бұл кітап тәмамдалады. Жақсы, осымен де таныстық. Келесі кітапқа өтейік. Келесі оқитын кітабымыз Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Великий Гэтсби».